неге алдыңғы жылда біз нені бақылап жүрміз, атын айтайықшы. Бидай, сосын жүгері және асқабақ жарайсың. Біз қандай болады? Сары болады екен. Жалпы бидайдан не жасайды? Ұн жасайды, даже мысалы. Ұн жасайды екен. Ал ұннан не пісіреді деп ойлайсың? Шүрпе пісіреді, нан, бауырсақ пісіреді екен. Жарайсыңдар балалар. Біз бүгін бақылауда бидайды көрдік. Бұл бидайдан не алады дедік? Бауырсақ, нан пісіреді деп, мен сіздерге негізі қараңдаршы, бауырсақ алып келдім. Ал бауырсақтың дәмін көріңдер балалар, біздің бидайдан жасалатын бауырсағымыздың дәмін көріңдер. Ол май болып қалды. Кәнекей, не үшін май болып қалды деп ойлайсыңдар балалар? Бауырсақты жеген кезде қолымыз не үшін май болады? Бауырсақты неге пісіреді екен? Майға пісіреді екен. Ал осы майдың неден алатынын, қалай жасалатынын білгілерің келе ме? Ол үшін зерттеу орталығында балалар жұмыс жасап жатқан кездегі қауіпсіздік ережесіне сіздерді таныстырып өтейін. Ал балалар, жалпы майды неден алатынымызды есімізге түсірейікші. Неден аламыз майды? күнбағыстан және мақтадан. Жарайсыңдар. Ал бүгін біз зерттеу орталығында күнбағыстан қалай май жасауға болатындығын көрейік. Сендермен бірге. Жарайсыңдар балалар, енді салып біттіңдер былай қараңдар. Және енді көрейік, осыдан қалай майдалатындығын бірге мен сендерге көрсетейін. Ол үшін ал қарайық. Біздің жаңа жеген бауырсағымызды осындай майларға пісіріп алайық балалар. Жарайсың. Осымен біздің зерттеуіміз аяқталды. Рахмет.